Сәлеметсіздер ме? Біз сіздерге техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған сөйлеу мүшелері тақырыбын оқытудың тиімді әдістемесін көрсететін боламыз. Басты қағидалары коммуникативтілік, салыстырмалы талдау және интерактивтілік. Жақсы, бастайық. Енді күнделікті өмірдегі қысқа диалогты тыңдайық. Кім не істеп отқанын анықтаңдар. Сен бүгін мектепке ерте келдің бе? Иә, мен ерте келдім. Не үшін асықтың? Мен бақылауға дайындалғым келді. Жақсы, мен де дайындалдым. Бүгін біз жақсы баға аламыз деп ойлаймын. Иә, мен сенемін. Жақсы, енді тақтаға қараңдар. Мен бақылауға дайындалғым келді және я хотела подготовиться контрольный. Осы екі сөйлемдегі іс-әрекетті орындағысы келген кім? Мен. Иә, дұрыс. Яғни мен бұл сөйлемнің бастаушы және баяндаушы қайсы болады? Мен бақылауға келді. Дайындалғым келді. Дұрыс. Енді осылайша біз екі тілдің құрылымын салыстыра отырып қазақ тілінің грамматикасын оңай түсінеміз. Иә. Өте жақсы. Енді біз үйренген сөйлем құрылымын интерактивті тақтада талдаймыз. Тақтаға шығып, әр сөйлем мүшесін әртүрлі түспен бояп көрсету керек. Кәне тақтаға кім шығады? Келе ғой, Арина. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, пысықтауыш, тоқтауышты әртүрлі сызықтармен белгілеп, әртүрлі түспен белгілеу керек. Кәне. Жақсы, дәлесің өте дұрыс. Балдар бәрі дұрыс қой? Енді білімімізді куиз арқылы тексерейік. Қазір тақтада көрсетілген куиздерге жауап берейік сұрақтарға. Сөйлемде іс-әрекеттің объектісін білдіреді. Кімге, неге деген сұрақтарға жауап беретін не? Толықтауыш. Келесі, заттың сынын, түрін, мөлшерін білдіріп, қандай, қай, нешінші деген сұрақтарға жауап беретін не? Анықтауыш. Анықтауыш дейді, қабылдайық. Келесі, сөйлемде не істеді, қайтты, не болады деген сұрақтарға жауап беретін не? Баяндауыш. Жақсы, баяндаушы. Енді жауабын тексеріп көрейік. Ой, жарайсыңдар, мінекей барлығы дұрыс дейді сөйлемнің жауаптардың. Жақсы, енді сабағымызды қорытындылайық. Біз коммуникативті әдісті, салыстырмалы талдауды және интерактивті ойындарды қолдану арқылы қазақ тілі грамматикасын тез әрі тиімді меңгереміз. Бұл әдістеме тілдік кедергіні жойып, студенттердің қазақ тіліндегі сауаттылығын арттырады. Назарларыңызға рахмет.